Сәлем достар, бүгінгі видеода алдын ала займы туралы әңгімелесетін боламыз. Бірақ бірінші айтпақ бұрын маған бірінші тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Және де менің каналымда өте көп пайдалы ақпараттар бар. Біліп жүргендеріңіз абзал болады. Енді алдын ала займына келетін болсақ, ол атауы бар бағдарламалардың барлығы жатады. Ол деген сөз әскери баспана, Умай атты бағдарлама, кешіресіздер, Нұрлы жер атты бағдарлама, Бақытты отбасы атты бағдарлама, Шаңырақ бағдарламасы және де жақын арада пайда болған жасыл ипотека бағдарлама. Бұл бағдарламалардың, бұл займның қандай ерекшелігі бар айтайын. Ол деген сөз сіздердің бастапқы жарнаңыз 50% емес 10%-дан басталады. Жасыл ипотека және де Елорда жастары, немесе Атырау жастары, немесе Алматы жастары, немесе Ақтөбе жастары, енді түсінген шығарсыздар, иә? Осы бағдарламаның атауы барлар, олардың барлығы алдын ала займның түрлеріне жатады. Алдын ала займның ерекшелігі қандай? Басты ерекшелігі ол ең төмен бастапқы жарна. Енді бастапқы жарнаға келетін болсақ, әр бағдарламада әр түрлі. Мысалға келтірейік. Умай атты бағдарламаға алғашқы жарнаңыз 15% болса да болады. Әскери баспанада алғашқы жарна 15% және 50%. Жасыл ипотека бойынша алғашқы жарна 20% құрайды. Шаңырақ, Нұрлы жер атты бағдарламаларға алғашқы жарна 20% құрайды. Және де Бақытты отбасыға бағдарламасының алғашқы жарнасы ол 10% құрайды. Міндетті түрде табыс көзін растау керек болады. Алдын ала займда. Тек қана тұрғын үй займында табыс көзін растамай үйді алып кете бересіз. Ал алдын ала займ, аралық займ, осы екі түрлерінде табыс көзін растау міндетті түрде керек болады. Келесі видеоларымда үзіп алмаңыздар. Келесі видеода мен әр бағдарламаға тоқталып өтетін боламын. Келесі кездескенше қош, сау болыңыздар.